Барлығына сәлем. Бүгінгі видеода сіздермен 8 наурыз мерекесіне арналған открытка түрлерін жасаймыз. Идея ол бізде осындай қызыл түсті открытка. Оны жасау үшін бізге қызыл түсті картон, ақ қағаз, осындай жүрекше және де клей, одан кейін қызыл түсті краска немесе помада қажет болады. Ең алдымен осы картонымыздың үстіне ақ қағазымызды жапсырып аламыз. Одан кейін осы жүрекшені дәл ортасына қойып, шеттерін қызыл краскамен немесе помадамен осылай белгілеп шығамыз. Келесі идея ол осындай 3D форматтағы открытка. Оны жасау үшін бізге А4 форматында қағаз, ақ қағаз және де клей, қайшы, қалам және де осындай түрлі түсті қағаздар қажет болады. Осы А4 форматымызды ортасынан бөліп аламыз. Одан кейін оның сыртын өздеріңіздің фантазияларыңызбен безендіресіздер. Одан кейін оның ішін жасауға кірісеміз. Келесі ішіндегі осы лестница тортты жасау үшін бізге жаңағы қағазымызды ортасынан бөліп, дәл мен видеода көрсеткендей етіп сызып аласыздар. Одан кейін оны осылай қиып шығамыз. Идея ол бізде өте оңай жасалатын жүрекше открытка. Оны жасау үшін бізге А4 форматындағы қағаз ғана қажет болады. Открыткамыз дайын болды. Оның сыртына кез келген өздеріңіз қалағандай етіп тілектеріңізді жазсаңыздар болады. Осымен видеомыз аяқталды. Идеялар ұнады деген ойдамын. Егер де видео ұнаса каналға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.